Тарас футбол клубының қызметкерлері 3 айдан бері жалақы алмаған. Тіпті команда автобусы да қолданыстан шығып, клуб көліксіз қалыпты. Аталған мәселе күні кеше облыс әкімінің қатысуымен өткен кезекті комиссия отырысында мәлім болды. Жиында талқыға түскен тақырып аз емес. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Қазір Әулие-Ата өңірінде жастарды қолдау мен тұрғындарды әлеуметтік қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар қарқынды жалғасып келеді. Соның нәтижесінде 79 жас баспанамен қамтылып, 10 азамат тәуелсіздік ұрпақтары грантының иегері атанған. Ал Тарас қаласынан жыл сайын 20 мыңға жуық тұрғынның көшіп кетуі өңірдегі өзекті мәселеге айналған. Бұл бағытта көші-қонды азайтып, жастарды аймаққа тұрақтандыруға бағытталған жобалар қолға алыныпты. Сондай-ақ биыл 3,1 миллиард теңгеге 11 спорт нысанын салу және олардың бірін күрделі жөндеуден өткізу жұмыстары жүргізіліп жатқан көрінеді. Былтырғы жылы ұлттық экономика министрлігінің тарапынан бізге жоспар қойған 826 миллиард теңге болды, оның 764 миллиарды орындалды. Себебі ірі инвестициялық жобаларды біз арнайы экономикалық аймағымыз бар, шу аймағымыз, ол жақта газ мәселесі шешілмеген, ол министрліктің теңгерімінде, сол себептен соны үлгермедік. Биыл осы маусым айының аяғына дейін газбен құрылыс зауыттарымыздың бәрі толықтай қамтамасыз етілетін болады. Бірінші лига турнирлік кестесінде екінші орынға келе жатқан Тарас футбол клубындағы қаржылық қиындықтар әлі де өзекті. Команда жақсы нәтиже көрсетіп жатқанына қарамастан, футболшылардың жалақысы бірнеше айдан бері кешіктіріліп келеді. Клуб жекеменшік басқаруға өткеніне қарамастан, қаржыландыру толық тоқтатылмаған. Осы мәселе шешілсе, келер жылдан бастап бюджеттен бөлінетін қаражат көлемі кезең-кезеңмен қысқартылатыны айтылды. Наш футбольный клуб Тарас сейчас на втором месте. Қараңыздар, біздің футбол клубымыз қазір екінші орында. Бұл клуб жекешелендірілгеннен кейін келген жаңа басшылықтың еңбегі. Осыдан 10 күн бұрын мен жаңа иесімен кездестім. Оның өз жоспарлары бар. Қаржыландыру бойынша біз былай келістік. Биыл өткен жылдардағы деңгейдегі қаржыландыруды сақтаймыз. Бұл 1 миллиардтан 1 миллиард 200 миллион теңгеге дейін, яғни 1,2 миллиард теңге. Ал кейінгі жылдары оны біртіндеп азайтамыз. Тарас футбол клубының қызметін жүйелеп, басқару тиімділігін арттыру мақсатында арнайы комиссиялық топ құрылып, клубтың алдағы жұмысы жіті бақылауға алынатынын да айта кетейік. Нұрдәулет Мұсайдос, Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.